Бүгін еліміздің 123 жоғарғы оқу орнында кешенді тестілеуге құжат қабылдау басталды. Комиссия 20 маусымға дейін жұмыс істейді. Айта кетейік, ақылы оқуға түсу үшін 50 ұпай жеткілікті, ал медициналық ұлттық оқу орындары 65 балл жинаған талапкерді ғана қабылдайды. Құжатта қабылдаудың жаңа электрондық жүйесі қалай жүзеге асады? Оқуға түсудің биылғы үлгі қағидалары қандай? Әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажы. Астаналық Нұрбол Ерболов биыл бағын тағы сынап көрмек. Кешенді тестілеуге құжат тапсырды. Жолы болса IT саласының мамандығын меңгереді. Мен таңдауым ақпараттық жүйелендіру. Кішкентай кезімнен осы ақпараттыққа, сандық технологияға, компьютерге жақсы бейімім бар. Келешекте жаңа технология ойлап табу арманымда бар. Хочу на бакалавриат поступить. Я хочу поступить на социальные науки и теперь получается получить талон. Биыл Еуразия ұлттық университеті ыңғайлы жүйе құрыпты. Талапкерлер бұрынғыдай күні бойы қабылдау комиссиясына құжат тапсырмай, ғаламтор арқылы үйде отырып ісін тындырады. Мұнда тіркеледі. Өңірлерден жеткендер кол орталықта мамандықтар жайлы біліп, терминалда онлайн тіркеліп талон алады. Кейін компьютерде өзі жайлы мәлімет толтырады. Анализ практики за несколько последних лет показывает, что Тәжірибе көрсеткенде, әр талапкердің құжатын қабылдауға 1 сағаттай кетсе, енді онлайн режимге 10 минутта тапсырады. Университет сайтында онлайн тіркеу сілтемесі бар. Биыл республика бойынша жоғарғы оқу орнына түсудің үлгі қағидалары, ережелері өзгергендіктен республика деңгейінде барлық жоғарғы оқу орындары өздерінің жұмысын ерте бастап отыр. Шілде айының басында архитектура, дизайн, журналистика сияқты спорт және мәдениет мамандықтарына түсушілерге шығармашылық емтихандар ұйымдастырылады. Осы жылы ұлттық бірыңғай тестілеуде кешенді сынақта жаңа форматта тапсырылады. Былтыр бейінді пән біреу болса, биыл екеу. Мысалы, медицина мамандығына түсетіндер биология ғана тапсыратын, ал биыл биология және химия тапсырады. Осы әрбір екі бейіндік пәннің 15 балдан кем балл жинайтын болса, ол талапкердің ақылы түрде оқуға түсуге де құқығы жоқ. Бұрынғы жылы бізде конкурсқа 100 балмен қатысатын болса, биылғы жылы барлық тестілеу өткізген пәндер бойынша барлық балдар білім беру гранты кезінде және ақылы негізге оқуға түсу кезінде ескерілетін болады. Тағы бір маңызды жайт. Биыл талапкер 120 сұраққа 140 ұпай алады. Себебі бейіндік екі пәннің 20 сұрағының әр қайсысына 2 балдан беріледі. Қазір мемлекеттік грант саны жөнінде үкімет қаулысы әзірленіп жатыр. Мамандар биыл грант саны былтырғыдан шамамен 10 мыңға көп дейді. Өткен жылы 31.702 грант бөлінген. Биыл мектеп бітірген түлектердің саны 131 мың. Оның 95 мыңы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға ниетті. 20 маусым мен 1 шілде аралығында бақтарын сынайтын болады. Асыға алышысынан түсіп мемлекеттік грантқа ие болғандардың тізімі 10 тамыздан кейін белгілі болады. Индира Жылқайдарова, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар.